анаға ешнәрсе жетпейді. Ана деген сөз мен үшін әлемдегі ең керемет сөздердің бірі. Алла бірінші болса, екінші осы ана мейірім зат деп ойлаймын. Ана деген отбасының бір қиналған кезде құшақтағанда иіс сақталып қалатын өзгеше жанның бірі деп ойлаймын. Ана, жалғыз ғана сөз. Әйткенімен жарық жалғанда. Кез келген адам баласына осы сөзден артық, осы сөзден ыстық сөз жоқ шығар сірә. Бүгінгі кейіпкерлеріміз де солай дейді. Қызы Мөлдір Тілеубердиева және анасы Айгүл Разақова. Жеткен жетістігім мүмкін ана бақытты деп айтатын шығармын. Ол бизнестағы емес, кәсіптегі емес, ол отбасындағы бақыттылығымды айтқым келеді. Өйткені оған жеткеніміз, жолдасымыз екеуміздің жеткеніміз деп ойлаймын. Және де мені қоршаған анамның тәрбиесі, енемнің тәрбиесі деп ойлаймын. Өзімнің өміріме артық қарасам, ана ретінде көңілім толатын сияқты. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ананың нәзік үні, жұмсақ аялы алақаны, жан жылуы мен аялауы бізді әлдилеп жұбатады. Мөлдірден бір нәрсесіне қызығатыным, екеуміз өмірде бір-бірімізді толықтырған жанбыз деп ойлаймын. Өйткені мендегі, өзімдегі тұла бойымда қандай іскерлігімді Мөлдір аша білді. Хореограф ретінде, мүмкін ана ретінде деп айтармын. Болмаса ішінде жатқан ақындық жағымды шығар. Көп нәрсені осы Мөлдір тәрбиелей келе, мен өзімдегі творчестволық барлық нәрсені аша білдім. Ана жүрек, жүректі құдіретте. Ана тірек, тіректі құрметте. Ана шыңың, шыңыңа сағынып жет. Ана күнің, күніңе табынып өт. Әркім анасы өзіне алтындай көрінеді ғой. Мен анамды айтатын едім, ол кісі өте жақсы адам. Ешқашан қаталдықты білмейді. Қолындағы бар нәрсені бөліп беруге дайын, өте жұмсақ кісі. Өте жұмсақ сияқтымын, және де біреуді ренжітсем, өмір бақи соны өзімді кешіре алмаймын. Ол адам мені кешіретін шығар, байқаусыз да ренжітіп қойғанның өзінде де қатты қиналамын. Мен ойлаймын, қазір Мөлдір мысалы 26-да, бірақ ол ана ретінде де дайын, қиыншылыққа да дайын деп ойлаймын. Қазіргі құбылмалы өмірге мен оны дайындадым деп ойлаймын. Енді өмір көрсетеді ғой, бірақ соның өзінде де өйткені ол бизнес жағынан да, ана ретінен жағынан да өмірдегі өз орнын таба білетін шығар деп ойлаймын. Сырт көзде мүмкін қатты болып көрінетін шығармын, бірақ душы өте жұмсақ адамын. Мен өте қуаныштымын. Мен бақытты жанмын деп айтсам да болады. Менің анам осындай кісі. Мен мақтанғанда осы қай жерге барсам да, ой, осы Айгүл осындай. Қолынан келмейтіні жоқ, бәріне көмектеседі. Сол сөздің өзімен мен мақтанатыным. Менің осындай анам бар екеніне. Осы жақын бір аптаның ішінде болар. Өте. Өйткені екеуміз сырлас сияқтымыз ғой. Кешке отырғанда көп нәрселерді айтқанда айтылады. Мүмкін де айтам. Ол маған 26-да болса әлі де сәби. Қолымда тұрғанда әлі еркелеткім келеді. Бірақ ол қатты еркелемейді. Кеше түнде мама әрдайым мен көп айта бермеймін өзім ішімдегіні. Ал мамам болса күні кешкеге қарай келіп, бетінен сүйіп обязательно айтып кетеді. Жақсы көретін. Болады әрине. Кей кезде менің мінезім бір жағынан тікте келеді. Бетке айта салам. Сол айта салатын кездерім болады. Сол кезде айтып аламын да, сосын
артынша бекер айттым ау осы нәрсені деп артынша барып құшақтап кешірім сұрауға тырысам. Жоқ. Жоқ. Мен өзім ызаны іште сақтағанды жеп көретін адам. Ешкімге ренжи алмаймын десем де болады. Ренжеймін бір 2 минут, 3 минут, ары кетсе 10 минут. Сосын есімнен шығарып тастауға тырысам. Бәрін жақсы көреді. Мен барлық тамақтың адамын. Королек птичка певчая. Сүйікті кітабым аты «Поющие терновники». Лусия. Лусия. Не жақсы көретін едік. Бәрін бірге көреміз ғой. Кино «Қыз жібек» деп айтарым. Баласы үшін анасы бармайтын құрбандық бар ма? Ана болу бүкіл өміріне кететін ұлы рухани күш пен терең еңбек. Өз баласын бағып қағуда ол ана өзін өзі ұмытып, барлық күш жігерін сарқа жұмсайды. Бұдан оның жаны байи, нәрлене түседі. Жаттауды тез қабылдамайтын. Кішкентай төртақ куплет бар ғой осы мектепке барғанда. Тарыдай болып кіремін, таудай болып шығамын деген. Тағы да алдында бір несі бар. Соны көп жаттатқыздым. Намысшыл деп ойлаймын. Соны әлімге дейін осы бір тірлігі болмай, ашуланып қалса, сол кезде есіме кетпей қалады. Мектепке барып бірінші алғашқы қоңырауда соны айтатын кезде бір сөзін ұмытқап, маған жөйтің етіп қарап жылаған. Сол кезде өзі 4-ақ строчка, соның өзін жаттай алмайтын, мамам қорғап тұратын. Сондағысы мектебім мынау классым, осында 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Осыны маған бір ай жаттатқызған шығар. Осыны мүдірмей біздің алғашқы қоңырауда айтып шықтым. Содан кейін класста жиналып, бәрімізді таныстырады ғой ата-аналармен. Сөйтіп таныстырып жатқан кезде бәрі өздерінің өлеңдерін, тақпақтарын айтып жатыр. Сосын мен шығамын деп алдыға шықтым. Сөйтіп шықтым да, мені Қазақстаным ба, үкілі кәмшат ба, сол өлеңді бастап келатып, екінші жолында ұмытып қалдым. Тұрған жерімде айқайлап тұрып жылаған болатынмын. Осы уақытқа дейін екеуміз соны еске алып тұрамыз. Төртақ куплет сөзді осы уақытқа дейін жаттай алмадым деп күледі. Сол өлең тақпағын әліңге дейін жатқа біледі. Мама, мен саған көп рахмет айтам. Сен мен үшін бар әлемсің. Менің өстіп жетістікке жетіп атқанымда сіздің арқаңыз әрине. Сізге көп рахмет айтамын, сізбен мақтанамын.